Операция болып, путтарым кеше мен көрдім сүреттердің бардығын. Шишіп кетіптір. Қана жанақы Батукаевқа адвокат болған башқы прокурор өліп қалады. Тура мойзам шешілді деп. Жоқ деген дұшерді отырады, барып келмеймін. Көзіменен көріп. Суд эксперттің заключениесі бар. Врачтар айтып атады, бұл жерде болмай қалды, Четмалыкка шығыш керек деп. Жатайын өлтірелік, жоқ қылайлық деген мақсат бар өренін. Анда айтпайсыңар, біздің мақсат жоқ қылыш жерде. Не дырыпыйса деп. Ел өзінше башқа шешім қабылдады. Бұл не деген ақымақшылық? Анда неге Батукаевқа адвокат болады? Ел ошаны айтып атады, мына бұны шығарып нешін отырады деп. Заключение тұрса, реально орысы болса, Четмалыкка шығарыш керек, үйті қарманы шығарып әлі қойып деп, онан кейін қамай өрмейсіз. Ошондықтан бұл жердеші атайын мемлекет басшысын, өкмөт басшысын қарама-қарсы қылып елге мындай тұқырған күштер бар екені ашық білініп қалды да. Мына ошоларды азыр алды шығып, өздерін жоғалтыш керек. Алар жоғалтпаса, кейін Кыргызстанда өтө оор болып қалады. Акыбал күндөн күнгө оорлоп атат. Мына ошол негизде мен ойлойт элем, урматтуу жетекчилер, урматтуу өкүлдөр, өзүңөрдүн тараптан чечимдер кабыл айтып, жетекчилерге айтып, кеше биз уктук премьердин айткан сөзүн. Ал деген эч нерсе кылбайбыз деген сөз. Мына премьердин иши. Рахмат.